Бағана судың дәмін сезіп отырмын да. Англияда жұмыс бастады уже. Бүгін бірінші күн. Біз мынандай брокколи жинап жүрміз. Примерно бүгін 2 трейлер. Мынандай бір трейлер 50 мың теңге, сонда екеуін жасаймыз. Примерно бір 100 мың теңге тауып тұрмыз. Бірақ оңай емес. Шөлден ыстық. Қатты ыстық емес, Қазақстаннан ыстық емес. Нормально. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, қолдап қойыңыздар. Мен алдыңғы аккаунтым блокқа кетті. Англиядан сәлем. Жұмыстың 2-ші күні. Қазір көрсетемін. Жұмыс таңғы 5-те басталды. Мынандай брокколи жинап жүрміз. Мынандай. Ана бір трейлерді бітірдік, қазір 2-шісін жасаймыз. Бір трейлер шамамен. Андай тележканы 2-ін істесек, біреуін істедік. Құдай қаласа қазір 2-шісін бітіреміз. Грубо бір 100 мың теңгедей табамыз. Одан бірақ алынатын нәрселер бар. Бізден налог алынады, одан кейін караванға ұстайды. Оның барлығын есептеу керек. Бірақ 10 мыңды алып тастасаң, где-то бір 89-90 мың теңгедей тауып тұрмыз. Алдарыңызда видео шықса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Англияға кету, вообще сайт толтыру қызық болса, егер толтыра алмай жатсаңыз, жекеге шығыңыздар. Сау саламат.